Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазанның қақпағында духовкасыз осындай өте дәмді және жұмсақ болып шығатын пирожки дайындаймыз. Бізге ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді, шекер және тұзымызды салып, орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Оны да міндетті түрде електен өткіземіз. Ашытқымызды саламыз, 1 шай қасық. Қаттылау қамыр болады, өте қатты емес, орташа қатты. Неге? Себебі басқа пирожкилерде, мысалы үшін майға қуыратын пирожкиде қамыр жұмсақ болады. Ал енді бұл қазанда болғандықтан түсіп кетпеу үшін және формасын жақсы ұстау үшін орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызға жақсылап осылай үйлеу беріп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қойып көтерілгенше күтетін боламыз. Көтерілгенге дейін начинкасын дайындап алатын боламыз. Алдын ала осындай суытып қойдым. Картошка 500 граммдай және пиязбен осындай көк пиязды майға қуырып алдым. Енді жақсылап осыны езіп, начинкасы менде осындай болды. Жақсылап езілеп аламыз. Осындай комок арасында қалып кетпеу үшін осылай тағы да езгілеп, начинкасын алдын ала дайындап қоямыз. Қамырымыз ашып шықты. Осындай бір үлкен қамыр болады. Енді бұл қамырды 4-ке бөлеміз. 4 бөлікке бөліп, әр қайсысын 3 немесе 2 бөліктен бөліп шығамыз. Бөліп шығып, кішкене дөңгелектер жасап, міндетті түрде бетін пеленкамен немесе сүлгімен жауып қойыңыздар, беті қайысып қалмасын. Осылай бір бөлігін алып, қолымызбен жаятын боламыз, немесе оқтаумен қалай ыңғайлы, солай жая береміз. Мен оқтаумен де, қолмен де жайдым, екеуі де бірдей шығады. Начинкамызды салып, жақсылап түйіп, бір шетінде қойып тұрамыз. Себебі басқаларын түйіп бастаған кезде ол көтеріліп дайын тұрады. Мінекей барлығын дайындап алдым. Енді бетін жауып қоямыз. Енді біз 2 отта қазанның қақпағын және қазанның өзін алдын ала қыздырып дайындап алатын боламыз. Себебі қазанның қақпағы қызып тұруы қажет. Бізге қазір жұмыртқаның ағы және жұмыртқаның сарысы қажет болады. Екеуін 2 бөлек ыдыста алдын ала дайындап аламыз. Шанышқының көмегімен осылай кішкене араластырып алыңыздар. Қатты отта екеуін қыздырып аламыз. Менде мына жерде от көрінбей тұр, негізі жанып тұр. Осылай мына сарысында, жұмыртқаның сарысында осылай жақсылап кішкене сүт құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бетіне жағуға қажет болады қазір. Мінекей қазанымызда, қазан қақпағы да қызды. Екеуін енді бір отқа жайғастырдым. Осылай алып, түйілген бетіне осылай ағуымызды жағып, кішкене басып тұрамыз қызыған қақпақта. Сонда барлық шеті жабысуы үшін осылай қолмен ақырын ғана кішкене басамыз, қатты баспаймыз. Барлық жер жабысқанына кішкене көзіміз жеткіземіз де, қанша сыяды? Менде осы жерде 4 пирожкиім сыйды. 4-еуін осылай жабыстырып шығатын боламыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қазанымыздың қақпағын төңкеріп, орташа отта 15-20 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз.
Енді қазанымыздың қақпағын төңкереміз. Осылай астын орташа отқа қойып 20 минут күтетін боламыз. Мінекей 15 минут 20 минут өткеннен кейін осылай қарамыз. Мінекей барлығы бірдей қызарып шыққан менде. Енді қазанның қақпағын жоғарғы қаратып, піскен жағын жоғары қаратып, кішкене тағы да 10 минут қатты отта ұстай тұрамыз. Асты пісу үшін өте жұмсақ болып шығады. Дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.